Сәлем достар, бүгін ең қарапайым орама түрі немесе роллы жасап үйренетін боламыз. Ол үшін бізге бар жоғы 2 ингредиент қана қажет. Жұмыртқа және салат жапырағы керек болады. Бірінші кезекте салат жапырағын жақсылап жуып алып, видеодағыдай ұзынша етіп осылай турап шығамыз. Егер листья жапырағы үлкен болса, ортасынан бөліп барып тураған жөн, себебі листья салаты тым үлкен болып кетуі мүмкін. Салат жапырағын турап алып, осылай кесеге салып қоя тұрамыз. Келесі кезекте жұмыртқамызды кесеге жарамыз. Жарып алған жұмыртқамыздың сарысын ағынан бөлек салып аламыз. Осылай тағы да бір жұмыртқаны жарып, сарысын ағынан бөліп аламыз. Келесі жұмыртқамызды осылай бөліп аламыз. Одан соң туралған салат жапырағын жұмыртқаның ағына салып, жақсылап араластырамыз. Араластырған кезде жұмыртқаның ағы салат жапырағының барлық бөлігіне тиетіндей болу қажет. Осылай араластырып алып, кішкене мөлшерде тұз салатын боламыз. Жұмыртқаның сарысын да осылай жақсылап суши палочкалармен араластырып дайындап аламыз. Жұмыртқамыздың сарысын осылай бір келкіға араластырып алған соң, салат жапырағы мен жұмыртқаның сарысына осылай тұзымызды салып, тағы да жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Қызып тұрған табаға кішкене мөлшерде сұйық май құйып, осылай щеткамен табамызды бір келкі етіп майлап шығамыз. Оның үстіне жұмыртқаның ағы мен салат жапырағын салып, осылай домалақ формаға келтіріп, табамызға жайып шығамыз. Жұмыртқаның ағын осылай пісіріп, астыңғы беті піскен соң осылай палочкамен домалақ етіп орап дайындап аламыз. Жұмыртқаның сарысын табамыздың қалған бөлігіне құйып, дөңгелек пішінге келтіріп жылжытамыз. Жұмыртқаның сарысы жақсылап пісу үшін табамыздың бетін жауып 1-2 минутқа қалдырамыз. Жұмыртқаның сарысы піскен соң осылай орамамызды орап алатын боламыз. Орамамыз дайын, оны осылай тақтайға қойып турап алсаңыздар болады. Мен сияқты қарапайым нарезка ретінде осылай немесе қиғашынан әртүрлі өз қалаларына қарай үлкен кіші формада кесіп қоя берулеріңізге болады. Біздің орамамыз дайын, оны сәндеу үшін және де ерекше дәм беру үшін мен терияки соусын қолдандым. Сіздер оның орнына кетчуп немесе өзге де соус түрлерін қолдансаңыздар болады. Орама өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде үй жағдайында жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.